Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің тыңдаушыларым, қал жағдайларыңыз қалай? Мен қазір қызыма кетіп жатырмын. Менің жанымда мынандай жігіт бар. Я, біз Малькаға кетіп бара жатырмыз. Малька. Сонымен мен айтайын дегенім, жаңа бір нәрсе айтайын деп едім. Яғни маңызды болмаған ғой, егер ұмытып қалсам. Даже соның маңызды болмағанында маңызды болып тұр ғой. Міне осы ойдан ой туады демекші. Мен жаңағы айтайын деген ойымды ұмытып қалғанымның өзіне себеп болып тұрған. Ол да мынау ойдың адам өзі ағыста екені, ойдың жалпы біз өмірде ағын ғой, өмірдің ағыны. Бәрі ағыста, бәрі қозғалыста деп физика ғылымдары дәлелдеген ғой. Сол сияқты мынау адам баласына күнделікті бәленбай ойдың келіп кетуі, ол да өмірдің ағыс екенінің дәлелі. Өйткені қараңыз, сіздің дәл қазіргі ойыңызға келіп тұрған ой, оның артынан көп ілестірмей, көп ұзаттырмай келесі ой келеді да. Одан кейін келесі ой. Мысалға, бір ойды жүзеге асырмасаңыз, мысалға сізге бір жақсы идея келді дейік. Ол дәл сол моментте бірнешелеген адамға келеді. Кім алып кетеді ол идеяны, кім қабылдайды, соған жұмыс жасап кетеді да. Ал қалған адам, мысалға, басқа ойдың жетегінде кетеді деп айтып тұрған ғой. Сіздер мені түсініп жатқан шығарсыздар деген ойдамын. Енді түсінбей жатсаңыз, тағы да қайталап тыңдаңыз. Міне, мысалға, бір ой келеді. Сол ойды, мысалға, біз жүзеге асырмайтын болсақ, оның артынан іле шала басқа ой келеді. Жаңағы сізге келген ой басқа адамға да келуі мүмкін. Сол адам ол ойды жүзеге асыруы мүмкін. Сол кезде күндердің күні өткен кезде сіз айтасыз: опа, мына ой менде болған, мен осыны жасайын деп жүргем, бірақ жасамаппын мен соны дейсіз да. Міне, ал сізге келген жаңа идея ол басқа ой. Міне, өмір ой ағыста дегеніміз осы. Сондықтан жаңағы ойды ұмытып қалғанның өзі осы әңгімені айтудың дәлелі болып тұр ғой сіздерге.